Şimdi anlaşılan sözde bağımızda bilir. Mesela internetin alğaçkı vaxtında qanday bolupdan so'ng to'g'ri tushuntirib aytasiz. Rahmet. Rahmet. Ben benim osында кездесіп көріп отырғаныма қуаныштымын. Рахмет келгендеріңе, шақырып, осында жиналысып отырғаныңызға. Енді ең басынан бастасақ, интернетке 99 жылы келгем. Жалпы интернетке қолым тиіп, сол кезде интернетте қазақша не бар деп іздене бастадым. Өкінішке орай қазақша дейтіндей ештеңе жоқ екен. Көбінесе бар Қазақстанның азаматтары барлығы орысша жазылған. Сосын кез келген адам сұраған кезде ұялады екенсің. Мен қазақпын, мен Қазақстаннан деген кезде қай жерің қазақ көрсетші бізге деп сұраған кезде көрсететін ештеңең жоқ екен. Көрсетейін десең ештеңе ондай әріптер де басылмайды, сайттар да жоқ. Сосын сол жағдай намысқа тиген біраз. Сосын осы жағдайды түзетейін деп өзім ішінен іздене бастадым. Ар жақтан іздедім. Сол кезде маған кездескені бір Қарағандының жігіті Абайдың өлеңін қазақша түпнұсқамен ешқандай кедергісіз ашық жариялап қойған. Соған көріп таңғалып, сол жігітпен кездесіп, сөйлесіп, содан қалай жасау керек екенін үйреніп, осы Акуля деген платформаны ашып, сол жерде мақсат қойдым жаңағы. Интернетке қазақша кім жазғысы келеді, не жазғысы келеді, соған көмек құрал ретінде барлық сол кездегі керек, сол кездегі сұраныста бар заттардың бәрін қазақ әріптермен жасап беріп көрсету. Оны енді бір-екі жігіттер болды, солармен бірлесіп істедік. Соның ішінде істегеніміз қазақ ауылдарының бәйгесі, сосын форум пікірталас қазақша. Ол кезде ондай жоқ еді. Соны жасадық, сосын санақ жүргіздік. Әр адам қалаған адам өзінің ауылына санақ қойып, неше адам, неше рет кірді, қай жерден кірді, сол статистиканы жүргізіп, графикасын салып, сурет ретінде көрсететін. Осындай құралдардың бәрін көрсетіп, ел жұртқа жария қылдырып салып қойдық. Иә, көрініп тұр. Өте көп адамдар сұранып, соны үйреніп, ізденіп, осының бәріне қуаныштарын көріп біз біраз қуанғанбыз. Сосын сол кезде Сұхбат.ком деген сайт ашылды. Сол жерде барлық қазақтардың әріптері ашық көрініп, сол жерде соның бәрі ашығымен істеліп жатқаннан кейін біз өзіміздің мақсатымыз жеттік деп есептедік те, содан кейін Акуля дамымай тоқтап қалды. Ары қарай басқа сайттар ашылып, тағысын тағы қосылып жатты. Сондай тарихы болды Акуля деген. Бірінші сынып оқушы математика сабағы мектепке келеді. Сонда сабақта не өтеді? Соны кез келген мұғалім, немесе жаны мұғалім, мүмкін несі мұғалім емес шығар, бірақ жаны мұғалім математика сабағын қалай өткізеді деп, сонда бір бәйге жасаса. Сосын әрқайсысы осылай камераны алып, қойып, математиканың сабағы осылай өту керек деп бір парағын алып, соны өткізіп, соны компьютерге жазып, интернетке шығарып қойса. Сосын бір сараптама топ жиналып, солар арасында ең жақсы жүргізілген сабағын алып, соны үлгі ретінде бәріне таратса. Ол қандай не болар еді? Әсер, қандай бір үлкен қадам болар еді? Себебі елдің бәрі математика сабағын қалай өткізеді деген кезде, мысалы, әрбір ата-ана бірінші қыркүйек күні мен өз баламды бірінші сабаққа бердім, бірінші сыныпқа бердім. Сонда мен мысалы білмеймін, сабақ қалай өту керек екен. Мен ана мұғалімнің аузына қарап отырмын. Осылай өту керек екен ғой. Ал негізі, егер мен сондай болса, онда мен интернетке барып, кез келген бір сайтқа кіріп, порталдың ішіне. Ол жерде математика деген сабақ осындай, олардың үлгілері қандай, бірінші жүлдені кім алды, мен осындай Қарағандылық мұғалім алды, оның берген осы деп мен соны қарап, сосын салыстыра бердім. Сосын айтар едім, сендер шырағым, сендердің беріп жатқандарың бәрі бостан басар, мен осылай беру керек, қараңдар деп жолаға үйретер едім. Жарыстарды кез келген салада жүргізуге болады. Мәдениет, қазақ тілі, кез келген нелерде осындай жарыс алып, елдің бәріне көрсетіп, бәрі жатады. Камера деген әр үйдің бар.
кез келген іске сын көрсететін бір сараптама топ құрылса, мысалы архитекторлар тобы, иә, Қазақстан ішінде жоғары дәрежелі архитекторларды жинап, оларға мысалы қай үй сіз үшін ең керемет деп ойлайсыз деп сұрап шықса, мысалы біреуден осы астанада осындай үй салынған, керемет үй, менің ойымша сол ең мықты үй деп есептесе, елдің бәрі соған қарайды. Ол деген туристік жағынан қарағанда әр адамдар Астанаға келгенде сол үйді қарауға тырысатын болады. Қайсы әлгі бір архитекторлар мақтай еді ғой, қайсы көрейікші деп соны барып көреді. Мысалы, сосын тарихи жаңағы балбал тастарымыз, памятниктер, ескерткіштер, олардан бір сараптама жүргізіп, оны көрсетсе, елдің бәрі айтады, мысалы, маған біреу сұраса, сен қазақтың нең бар сенің ата бабаңнан қалған десе, мен ештеңе білмейді екен. Мен білетін жаңағы Қожайын Ахмет Яссауи, жаңағы неде Ақтаудағы бір не, Ақтөбедегі болды білетін. Шын мәнінде білмейді екен. Ал егер сондайды насихаттап жүргізсе, сосын соған қолдау көрсетсе, онда оны керемет қылып көрсетуге болады. Ол деген туристерді шақыруға өте керемет құрал. Айтасың, міне қара, осындай бар, осындай бар. Мында барсаң мынау бар, суреттер бар, ана Google Map деген бар, ол жерде GPS координатасын кіргізіп қойған болады. Кез келген адам сол GPS координатасын кіргізіп, сол ескерткішті көріп, суреттерін көріп, сол жерге баруға ұмтылады. Ол деген ішкі жаңағы сыртқы туристікті қалай дамытады. Қараптан қарап отырсаң, ана өрлешінің торын біреуін тартқан, қалғандардың бәрі тартыла береді ше. Егер соның бәрін жасаса. Оған енді бір жағынан қоғамның оянғаны керек, екінші жағынан мемлекеттің тартқаны керек. Айтады ғой, бәйге салып жарысқа тартса, адамдар тартылады. Жақсылыққа. Иә. Сол өте керемет даму береді.